Құрметті саяхатшылар, біз Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің номер 1 туристік маршруты этнографиялық тур бойынша жүрміз. Яғни, бұл жерде Екаша елді мекенінен 8 шақырым жерде орналасқан Әулиетастамыз. Мы находимся в сакральном месте Жоңгарского Алатау, священный камень Әулиетас. Люди приходят сюда насладиться природой, обрести гармонию души, загадать свои самые заветные желания. Қасиетті мекенге келіңіздер, көріңіздер. Жоңғар Алатауының тарихи және мәдени ескерткіштерімен танысасыздар. Қойлық қалашығы 11-13 ғасырларда Жетісу облысының буддизмнің ірі орталығы. Археологиялық қазба жұмыстары кезінде Будда храмы табылды. Оның негізгі көлемі 35 метр, ал биіктігі 5 метрге дейін жетеді. Қойлық қалашығы 8-14 ғасырларда сауда, қолөнер және мәдениет орталығы болған. Черкасск ауылында орналасқан Сарқан ауданы тарихи музейі өңірдің бай тарихын, батырлық шежіресін және мәдени мұрасын сақтап келе жатқан маңызды орын. Мұнда 1918-1919 жылдардағы азамат соғысы кезінде болған Черкасск қорғанысының тарихи оқиғаларына арналған экспозициямен танысасыздар. Лепсі тарихи музейінде орта ғасырдағы Әмір Темір мемлекетінен қалған шекара қорғаны Обатас тасы бар. Тентек өзенінің оң жақ жағалауында Үйгентас қорымы орналасқан. Жетісу Алатауының көне тарихымен және мәдениетімен танысуға шақырамыз.